Қонақтар, барлықтарыңызға енді дұрыс жерге келдіңіз. Өйткені компаний очень много, информации очень много, я понимаю, потому что среди нас есть русскоязычные, да, адамдар бар сияқты. Орыс тілде айта берейін ба, қалай болады? Как вам удобно? Қазақша айта берейін, да? Хорошо. Енді қараңыз, ең бастысы бұл жерде біздерге не керек? Біз бұл жерге келген кезде жаңа Берік мырза айтып кетті. Жеке кәсібіміз бар, шүкір, да. Басқа компанияда үлкен 4 жылдық директор ашып, прям бүйтіп жалып жатқан кезде Назин звондайды, ой маған Майра, осылай, бұл басқа жоба, бұл сеть емес деп. Басқа түсінген жоқпыз. Одан кейін бұл кісі акционер ашқаннан кейін бәрін тастадық. Неге? Өйткені сол компания бізге бұндай табысты бермейді. Бүткіл компанияда, мейлі сетевая компания болсын, мейлі жеке кәсіп болсын, қайда жүрсеңіздер, біздер не үшін жүреміз? Табыс табу үшін, балаларымыздың болашағы үшін жүреміз, иә? Қайда жүрсек те. Бұл жерде ең бастысы біздер жаңа ақша жоқтықтан келген жоқпыз. Соны айтқым келеді, иә? Әр адам әртүрлі бағытпен келеді ғой. Ақша шүкір бар. Сетьте күніне жаңағы $100 пассив алсам, бұл кісі $25 пассив алып отырды. Яғни 2-3 миллион айға кіргізіп отырдық, және жеке кәсіптен түсіп отырды. Бұл жерге біз келдік тек қана миллион емес, миллиардтарды бағындыру үшін. Өйткені бұл жаңа айтып кетті Берік мырза, электронная коммерция. Ешқандай электронная коммерция, Пентрудо болсын, да, Вайлбруш болсын, олар өшкен жоқ. Да, сетевой компания біреу келіп, біреу кетіп жатыр, иә? Бұл жерде масштабқа шығатын әлемдік деңгейдегі жоба. Біз үшін, именно СНГ үшін ол алғашқы жоба. Сол үшін біреу түсіну мүмкін, біреу түсінбес. Сондықтан да айтамыз, адамдар, адамдар, біз как сетевикке келіңіз, кіріңіз, ойбай деп, жаңағындай жалынып шақырмаймыз. Информация береміз, келген адам өзінің болашағы үшін келеді. Өйткені бұл жерде активация нету, білесіздер, ақша салым жоқ, бір рет қана продукция алдыңыз, партнер болдыңыз, ары қарай екі бағыт таңдайсыз да, өзіңіз білесіз, отыруыңызға болады, партнер болып сізге президент айтқан шығар, біледі ғой. Болмаса, акционер болып, күнделікті дивиденд алып отыруға болады, иә? Ол бір. Екіншіден, бұл жерде мен айтқым келгені, келмейін деген адамды біз айтамыз, не заставляем, почему? Потому что они будут нашими клиентами. Бұл жерде клиент болуға да выгодно. Сол үшін адам келіп партнер болмайтынына біз ссылка жіберіп, ол адамнан табыс табамыз. Енді тек қана 15 мың адам ғана Қазақстанға беріп тұр, сол адамның арасында сіздер болу керексіздер. Егер жаңағыдай дұрыстап түсінген болсаңыздар. Енді бана акционер болу деп жатыр қой, біреуге оңай, біреуге қиын. Бірақ та енді әр жетістіктің артында білесіздер не бар екен, ол жол оңай емес, ауызбен айтқан менде. Бірақ басқа сетевая компания қараған кезде, бізде жаңа айттық қой, бриллиантта болдық, машина салдық басқа компанияда, но осындай аз ғана товарооборот всего лишь 50 мың жасап, релиф есептеледі, статустан құлау жоқ, активация жоқ, күнделікті қазір біз отбасымызбен жақсы ақша тауып отырмыз. Екілетін келеміз, сіздер қасында отырғанымызды айтайық па? Айтпай қояйық па? Сен өзің боласын көресіз ба? Аз дегенде күнделікті $550-600 түсіп отыр бізге. Аз дегенде. Понимаете? Қошаметтер жіберіңіздер. Енді есептеңіз айға қанша алып отыр біздер? Есептеңізші, бар ма калькулятор? Алып отыр, шүкір, иә? Бұл маркетплейс әлі іске қосылмай жатқан кезде, көрдіңіз бе? Но сіздер дәл уақытта келдіңіздер. Ертең маркетплейс іске қосылғаннан кейін плюс бізге не қосылады? Дивиденды 49% бізге уже қосылатын болады. Сонда қанша табатын боламыз? Потому что біздер президенттің өзінің алдынан шыққан сөзді жібердік та, біздер потому что Қытайға барып келдік. Ешқандай компанияда 4-5 ай, 4 ай болды біздің келгенімізге. Компания келген 5-6 ай ғана болды. Соның ішінде біз 2% қалдық. Өте аз уақыт ішінде. 2 айдың ішінде акционер болдық, 1 айдан кейін жолдасым акционер болды, иә? Одан кейін біздер Қырғызстанға бардық. Ыстықкөлге деп алып келдік. От компании, за счет компании все. Бір тен ақша шыққан жоқ. Екіншіден біздер Қытайға барып келдік. Все за счет компании. Кез келген компанияда біздер шетелдік саяхат алдық, но ол жерде экскурсияны қалтамыздан шығатын еді ғой. Бұл жерде даже айтты, экскурсияда компания төледі ғой. Біз барған жерімізде Қытайда 19 рестораннан тамақ ішкен екенбіз. Представляете?
Hakkımızda video to'p ko'rsatib yuribmiz